Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, сізбен бізге таныс Алматы қаласында орналасқан Алмалы ауданаралық сотына келдік. Бүгін Сариев пен Дүйсеева ісіне үкім шығуы мүмкін. Қазір бар ақпаратты сіздерге айтатын боламыз. Рахмет. Құрметті көрермен, сіздерге Кениядан алынған жоғары сұрыпты, табиғи, хош иісті Медина шайын таныстырғым келеді. Ардақты ағайын, бүгінгі шығарылымды Медина шайын ішіп бірге көрейік. Медина шайының серіктесі болғыңыз келсе, төменде көрсетілген нөмір арқылы толық ақпарат біле аласыз. Сот мәжілісін ашық деп жариялаймыз. Сариев және Дүйсееваға қатысты сот талқылауы жалғасады. Хатшы, процеске кім келді? Сонымен құрметті іске қатысушылар, сот жарысөзі стадиясында сот талқылауын жүргізуде. Өткен жолы айыптау тарабы сөйледі, оның ішінде жәбірленушілер және жәбірленушілердің өкілдері сөйледі. Жәбірленуші жағынан сөйлемей қалған іске қатысушылар бар ма? Сөйледіңіздер, иә? Және өкілдеріңіз сөйледі өшеді. Олай болса... Мен сот Бағила дейтін ханым қатысып отыр ма екен? Кім? Бағила деген кім? Фамилиясы? Так. Қожамжарова деген. Жәбірленуші Қожамжарова Бағила бар ма екен дейді. Қатысып отырған жоқ та? Қатысып отырған жоқ, егер... Қожамжарова. Видеоңызды қоссаңыз. Естісек, ол кісі кешірім берем деген. Видеоңызды қосасыз ба? Осы кісі ма? Иә. Сөз кезегі өзіңізді. Тыңдап тұрмыз сізді. Маған бір апта бұрын Сариевтің әкесі хабарласып, мен сол 500 мың теңге болған қаражат. Соны тауып берем, кешірім беріңіз деп. Айта беріңіз. Естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр, айта беріңіз. Иә, сонымен мен кешірім бердім ол кісіге. Маған себеп қаражат керек, ағам уже операцияға кетіп жатыр. Яғни сіздің материалдық залалыңыздың сомасы 500 мың теңге ме еді? Иә. Қайтарылды ғой сізге осы ақша? Жоқ, енді қайтарам деді, бірақ қайтарылған жоқ. Әлі қайтармаған. Сондықтан әлі қайтармаған деп тіркейміз. Жоқ, қайтармаған. Бірақ сіз қазіргі таңда Сариевке кешірім беріп отырсыз ба? Иә. Соны жазбаша түрде бере аласыз ғой, иә, сотқа? Иә, мен жазып жібердім ғой. Жіберген екен. Ол құрмет сот болсын. Түсінікті? Так, олай болса, ендігі сөзді қорғаушы жаққа берейік. Келесі сөз кезегі қорғаушы адвокат Кішкенебаеваға беріледі. Сен бірінші сөйлесің бе? Болды ғой, жәбірленуші жақтары толығымен. Болды егерде... Құрмет соты құсап па? Иә. Жаңа жаза тағайындау мәселесін айтып беріп отырмыз. Енді өз пікірін айтты ғой жаңа. Жоқ, кешірімді жаза тағайындау мәселесін бөлек қой. Қазір отыра тұрмыз.
Жәбірленуші Қожамжарова тағы да қосылыңызшы. Мына жақта Иә, тыңдап тұрмын. жәбірленушінің өкілдері сұрап отыр. Сотталушыларға қандай жаза тағайындауды сұрап отырсыз соттан? Мен ешқандай жаза тағайындауды сұрамаймыз. Түсінікті ғой, иә? Аха. Қорғаушы сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, құрметті сот. Құрметті сотқа қатысушылар, бүгінгі таңда бірнеше отырыстың нәтижесіне келіп, жарыссөзге өтіп отырмыз. Менің қорғауымдағы Сариев Ілиясқа бірінші осы жарыссөзді бастамас бұрын бір сұрақ қойғым келіп отыр, құрметті сот, мүмкіндік болса. Жауабын алып, сосын бастап кетсек. Сіз сұрақ қойсаңыз қазір барлық тараптар сұрақ қояды. Тәртіп бұзылады ғой. Бұл сот жарыссөзінде қашан сұрақ қойылған? Жоқ, бір ауыз сөзін тыңдап өтсем бола ма? Қорытынды. Қорытынды болса, онда бірінші Сариев сөйлесін, онан кейін сіз сөйлейсіз. Солай істейік онда. Онда отырыңыз. Қазір мен сұрағымды қойып, соған бір жағынан жауап Сөзіңіз Так, сұрақ қойылмайды. Тек қана сөйлейді. Ал Сариев мырза, сөз кезегі өзіңізде. Иә, өзіңіз қазіргі таңда кінәңізді толық мойындап отырсыз ба, мойындамай отырсыз ба, соны айтып, және ойыңызды айтып Осы жағдай бойынша ма? Иә, осы жалпы тағылып отырған айып бойынша. Жоқ. Басында айтқан болатын, яғни 26 эпизодтың 20-сына менің түкте қатысым жоқ. Ол қаражаттары мен алмадым. Және 6 эпизодқа байланысты қаражаттарын алдым. Және бұл жерде де мен өзім алаяқтық жасадым деген ойламаймын. Себебі ол кісілердің видеолары бәрі түсірілген, сондай жұмыстар істелген. Енді жарыссөзде өзіңіздің жалпы пікіріңізді Жарыссөзде не асықпай айтам. Қазір бірінші Жоқ, жәбірленушілер. айта беріңіз, болды, жәбірленушілер бітті. Бастай берейін. Иә, бастай беріңіз. Құрметті сот, бұл осы процесс бастағалы көп уақыт өтті. Өздеріңіз білесіздер, көрдіңіздер, қаншама жандар көріп жатыр. 3 айға жуық уақыт өтті. Басынан бастап айтқан болатын, бұл жерде 26 эпизод бойынша іс қаралып жатыр. Яғни соның бойынша 26 эпизод бойынша, 20 эпизод бойынша мен ешқандай да ақша қаражатын залал келтірмедім, ешқандай да қаражат алмадым ол кісілерден. Және 6 эпизодқа байланысты мен басынан бастап мойындаған болатынмын, құрметті сот. Ол кісілермен мен арам ойын болмады, тек қана видеоларын түсіріп беру мақсатында қаражаттар алынды, видеолар түсірілді, тек әлеуметтік желіге салынбай қалған болатын. Оны да біздер дәлелдеп көрсеттік, статистиканы көрсеттік, не үшін салынбай қалған бәрін сот барысында көрсеттік. Енді бұл іс ең бірінші Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабының 3 бөлігі бойынша қаралып жатыр. Яғни маған тағылған айып бірнеше рет жасалған алаяқтық бойынша есептеліп жатыр. Бірақ бұл жерде үлкен қателіктер кеткен сот барысында өзімізде дәлелдеп жатырмыз, көрсетіп те жатырмыз. Айыптау актісіне ең бірінші кеткен қателік ол тергеуші мырзаның қателігінен, себебі істі тергеу барысында істі нақтылап алмаған тергеуші. Бұл істі екі ситуацияны біріктіріп жіберген. Маған қатысты 6 эпизод бойынша бөлек тергеу керек, және Emmentrail'ге қатысты бойынша бөлек тергеу керек. Оның бәрін біріктіріп жіберді, яғни толық тексерілмеген. Оны іс барысында біз сіздерге көрсеттік, дәлелдедік, нақтылай. Және ешқандай да ол 26 эпизод бойынша өзімді бір алаяқпын деп ешқандай мойындамаймын. Яғни мен өз немде тұрам, басынан айтқан позициямда тұрам. Оның іс барысында біз сізге көрсетіп дәлелдеп қойған болатынбыз. 20 жәбірленушінің ешқандай да маған қатысы жоқ екенін, ақша қаражаты маған аударылмаған, ақша қаражаты мен жаққа өтпегенін, соның бәрін біздер дәлелдеген болатынбыз. Тергеуші мырза, біз мына куәгер ретінде де біз шақырдық, менеджер қыздарды шақырдық. Осы іске дәлелдеме ретінде қаншама жандарды, осы именно Ұлданаға, Шырынға, жаңағы Әминаға, Аружанға есімді жандарға қаражат аударылған. Ол ақшалардың қайда кеткені, қайда жұмсалған туралы тергеуші тексеру керек. Алайда ол нәрсені тексермеген. Тергеуші бір тарапты қарып, Ақтоты Дүйсебованың сөзі бойынша кінәлі талын жіберген. Және сол бойынша біздер дәлелдеп келтірдік. Ол қыздарды сот барысында біз процестерге қаншама рет болса да шақырдық, бірақ олар келмеді. Келсе сұрақтарымыз көп еді. Оған көптеген сұрақтар бар, себебі қаражаттардың қайда түскен жәбірленушілер өздерінің берген арыздарында көрсетіп тұр. Яғни Emmentrail компаниясына түскен, және осы менеджер қыздарға прямой қаражаттарды жіберген екен. Ол қаражаттардың тергеу барысында маған түкте қатысы жоқ, және маған берілмеген біз дәлелдеп қойған болатынбыз. Нақты іс 2025 жылдың қаңтар, ақпан, наурыз
сәуір айлары бойынша 2025 жылдың қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір айлары бойынша іс қозғалып жатыр. Бірақ алайда біз осы сот барысында небір жағдайлар айтылған болатын, яғни 2023 жылы оқиғалар, 2024 жылы оқиғалар айтылған болатын. Бірақ алайда біз ол айыптау үкімінен толықтай шығып кеттік. Айыптау үкімі бойынша мына жерде айыптау үкімі бойынша 190 бабының 3-ші бөлігін 4-ші тармағымен айыпталып отырмыз. Ол жерде жәбірленушілер Travel'ге қатысты 20 эпизод бар және 6 эпизод именно маған қатысты видео түсіріп беремін деген және қарыз алған жандар бар. Осылар бойынша 6 эпизодпен мен кінәлі деп танылып жатыр екенмін. Сондықтан айтайын дегенім, енді бұл жерде көп қателік басынан бастап кеткен. Білмеймін, прокурор мырзаның қандай нақты маған 6 жыл сұрағанын әлі түсінбей жатырмын. Себебі прокурор мырза сізден соттан 6 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған болатын. Сондықтан нақты дәлел келтіре алмады деп ойлаймын. Себебі дәлел барысында біз сіздерге бәрін көрсетіп қойдық. Ол тек қана қазір ауызекі тілде емес, бәрі документ жүзінде болған. Документ жүзінде мен сіздерге көрсетіп, қандай видео түсірілгенін, видеолар салынбағанына дейін бәрін статистикаға дейін көрсетіп, маған қатысы жоқ ақшаларын да сізге бәрін каспиймен бәрін көрсетіп қойдық. Мен айтайын дегенім, енді айыптау актісі шеңберінен көп мөлшерде шығып кеттік негізі. Өзіңіз айтқан болатынсыз, құрметті сот алдында сот барысында егер сот үкім шығарарда айыптау шеңберінен аспаймыз деген, яғни осы 25 жылы болып жатқан оқиғалар бойынша үкім шығарасыз деген ойдамын және маған қатысты да осы мәселелерді ескерсеңіздер. Енді айтайын деген 3 куәгерді алдырттыңыздар. Ол 3 куәгер бойынша ең бірінші 2 гидті алдырттыңыздар. Ол гидтар өздері де айту барысы айтқан болатын, біз қаражатқа ешқандай да қатысымыз жоқ, яғни Travel'дің ішкі құқинасына біз араласпадық деп айтқан болатын. Және 2023 жылы, 2024 жылы менің жасағанды олар да айтты, мен басынан бастап мойындаған болатын. 2023 жылда, 24 жылдар мен жүрдім компанияда, бірақ 25 жылы толықтай компанияға қатысым жоқ, компаниядан шығып кеткен туралы сіздерге айтқан болатынбыз. Ол куәгер барысында солай айтты, және Руслан есімді жігіттен де алған болатынсыздар. Ол жерде Руслан есімді жігіттен сұрағанымызда, ол Ильясты тек қана жарнамашы ретінде көретін едім деді. Ильяс басында мені шақырды, артынан ешқандай да көрінген жоқ, тек қана аэропорттан шығарып тастайтын уақыттарда келіп видео түсіретін еді деп айтты. Және Нұрсұлтан есімді куәгердің айтуы бойынша 2023 жыл, 24 жылдар Ильяс жүрген деді. Одан кейін мен де 2025 жылдың қаңтар айынан мен де жұмыстан шығып кеттім деді. Ол уақытта мен де жоқ болдым. Яғни Travel'ға түскен қаражаттардың бәрін Ақтоты Дүйсеева осы куәгерлердің айтуы бойынша олардың прямой счеттарын аудартып, қонақ үйлерді, жаңағы авиалардың бәрін төлеп отырған, солар арқылы гидтер арқылы төлеген. Және солардың айлықтарында Ақтоты Дүйсеева сол куәгерлердің өздері бойынша сол куәгерлер Ақтотыдан алып отырғанын дәлелдеген айтқан болатын. Сол нақты енді дәлел ретінде шақырамын десеңіздер, жаңа менеджерлерді шақыру керек негізі. Бұл жерде қаражаттар кімге түскені бәрі мына іс барысында көрсетіліп тұр, кімдерге қалай түскені, қайда жұмсалғаны. Соны енді анықтап, сол кісілерді шақырып, сол кісілерден сұрақ жауап алу керек еді, бірақ тергеу барысында ол кісілер келмеді. Яғни ешқандай да менеджер, жұмыс жасаған менеджерлер келмеді. Сол айтайын деген қазір уақытта. Қандай жаза? Мен соттан енді өзіме қатысты видеоларда жүрген рас, оны мен бірақ ешқандай да өзімді алаяқтық жасадым деген ойға түйіндемеймін. Сондықтан мен сізден жеңіл жаза беруіңізді сұраймын. Ең бірінші айыптау актісі шеңберінде қатып кеткен мәселе Қазақстан Республикасының 53 бабының 4-ші бөлігінде көрсетілген, құрметті сот. Сотталушының, айыпталушының жаңағы кәмелет жасына баласы толмаса, ол жеңілдететін мән-жайларға қарастырылады деп. Менің асыраумда 5 кішкентай сәбиім бар, және 5-еуі де кәмелет жасына толмаған. Әйелім жұмыссыз, үйде отыр. Сол мән-жайларды ескеруіңізді сұраймын. Және айыптау актісінде прокурор мырза дұрыстағанда осы мән-жайларды тағы да қоспаған. Сондықтан барынша сол жеңіл жаза қолдануыңызды сұраймын. Қаражатқа енді түкте қатысым жоқ екен. Мен сізге әңгіменің көптеген әңгімелер айтылды ғой барысында, бірақ нақты қаражатқа қатысым жоқ екен сізге сот барысында бәрін дәлелдеп документпен көрсеттік деп ойлаймын. Енді барынша мен ақтауыңызды сұраймын, құрметті сот. Мен сізден ақтауыңызды сұраймын. Көп мәселеде осы нәрселер қарастырылған. Нақты енді айыпталатын болса, менеджерлерді шақырыңыздар. Сол жерде ақшаның кімнің қайда кеткенін бәрі сол кісілер айтып береді деп ойлаймын. Сондықтан мен сізден сұрағым сол. Түсінікті? Сөйлеп болсам. Сұрақ қойсам бола ма? Жоқ, сұрақ қойылмайды. Бұл жарыс сөз. Отырыңыз. Келесі сөз қорғаушы адвокат Кішкенебаеваға беріледі.
Қазіргі таңда өзіңіз естігендей қорғауындағы азамат өзіне тағылған айып бойынша толығымен мойындамай отыр. Яғни айтқанда, құрметті сот, бұл жерде 26 эпизод тағылып отыр. Сол 26 эпизодтың 20-сына Сариевтің мүлдем қатысы жоқ екенін нақты және сенімді түрде айта аламыз. Оның 6-ауын мойнына алу нақты қылмыстық іс-әрекетті мойындау емес, тек кәсіби міндеттемелердің техникалық тұрғыда орындалмай қалуына байланысты болып отыр. Мысалы, ол түсірілген видеолар дайын күйде болғанымен тек көпшілікке жариялап үлгермеген. Себебі әлеуметтік желінің статистикасына және ақпаратына қарайтын болсақ, сол желіні жүргізетін мамандардың айтуы бойынша ең бірінші ақпаратты көтеріп, содан кейін барып тиесілі видеоларды әлеуметтік желіге салу керек болатын. Ол жөнінде Сариев жәбірленуші тарапқа барлығын түсіндіріп және ақпаратты толығымен көтергеннен кейін барып түсірілген видеоларды әлеуметтік желіге жүктейтінін түсіндірген. Себебі бейжай салынған видеоға қомақты сборға керек соманы жинай алмайтындығын айтқан болатын. Енді іс материалын зерттеу нәтижесінде айыптаушы тарап ұсынған дәлелдер қылмыстық сипатта емес, азаматтық құқықтық қатынастардың туындаған дауды көрсетеді. Екі жақтың арасындағы келісім азаматтық сипатта болған және ол мәміле орындалу мерзімдеріне байланысты тиіспеушілікке негізделген. Сонымен қатар дәлел ретінде Сариевпен достасқан және бірге жұмыс жасасқан адамдар ретінде біз Нартай есімді және Ырс есімді бірге жұмыс жасасқан Майгологоровтардан тікелей жұмыс жасағанбыз және олардың әлеуметтік желісіне, осы Сариевтің әлеуметтік желісіне не себепті салмағандығын, яғни ол жерде ақпараттың төмен болуына байланысты дер кезінде жәбірленушілердің видеолар салынбағандығын және бейне жазбалармен айтып түсіндіріп, оны сізге сотта ұсынған болатынбыз. Және олардың айтуы бойынша Сариевтің кінәсі жоқ екенін атап өткен. Сондықтан бұл жасалынған іс-әрекет қасақана алдау немесе материалдық пайда табу іс-әрекеті емес және ондай қылмыстық ниетке оқталмаған. Видео түсіріп жасалынған және жасалынатын еңбегіне ақы сұрау қылмыс деп санамаймын, құрметті сот. Дегенмен сот процесі барысында Сариевке тағылып отырған 6 эпизодтың ішінде жәбірленушілер ретінде танылған Жүргенбаева Сариевке кешірім беріп, келтірілген материалдық шығыны толығымен өтелгенін қолхат түрінде жазып берген болса, ал Төреева келтірілген материалдық шығынын алғандығы туралы қолхатымен расталады. Сонымен қатар жаңа сот барысында өздеріңіз естігендей, Қожам Жарованың айтуы бойынша кешірім беретіндігін және менің қорғауымдағы азаматқа қатысты ешқандай жаза тағайындамауын сұрап отыр. Ал қалған жәбірленушілердің жауаптарын ескеретін болса, бұл жерде қатысып отырған Дүйсенбаева өзінің несие алғанын айтып отыр және сол несиесі бойынша уақытылы Сариевтің тарапынан төлем жасалып отырғандығын сот барысында естідік. Және де Хайруллаева қатысты бейне жазбасы түсіріліп, оны да алдында атап өткенде ақпараттың төмендеп кетуіне байланысты салынбай тұрғанын ескеруін сұраймын. Ал келесі жәбірленуші Бетаевқа тоқталатын болсақ, бұл жәбірленушінікі қарыз ақша болатын. Ол өзінің берілген жауабында да айтқан, және де менің қорғауымдағы азамат Сариевтің де берген жауабында Бетаевтан қарызға ақша алып, және де өзара келісіммен болғандығын растай алады. Сондықтан осы жерде туындап жатқан даулар Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі аясында қаралуы тиіс деп санаймын. Қылмыстық жазаға тарту құқықтың шектен тыс қолдану болып саналады. Ал негізсіз тағылып отырған 20 эпизодқа тоқталатын болсам, осы процеске қатысып отырған жәбірленушілер істің мән-жайын нақты түсінбей, берілген жауаптарында Сариевтің бұл іске мүлдем қатысы жоқ дей отырып, алайда 7 сәуір 2025 жылы Сариевтің келіп, Руслан Өтепбаймен сөйлеген сөзін қоғам алдында шыққан іс-әрекетін айтып, бұл іске Сариевтің қатысы бар шығар деген уәждерін келтіріп отыр. Алайда ол күні журналист Руслан Өтепбайдың және Ақтоты Дүйсееваның өтініші бойынша жәбірленушілермен кездесуден қашпай, халық алдына шығып, қолдан келгенше көмек қолын созатын, бірақ ақшаға қатысты мәселе бойынша ешқандай қатысы жоқтығын атап өткен болатын. Яғни ақшаға қатысты мәселені Дүйсееваның өзі жауап беретіндігін айтқан. Ол жөнінде Дүйсееваның өзі өз атына тіркелген Каспий Пэй қосымшасына жәбірленушілердің ақшасы тікелей түскенін растап,
және барлық келтірілген материалдық шығындарды өз мойнына алып, толықтай өзі төлеп беретіндігі жайында қолхат жазып берген. Дүйсеева алған ақшалар бойынша көптеген сомаларды қайтаруға өзі растап, жауап беру барысында да айтқан болатын. Егер де Сариевтің сол жерде жәбірленушілерге тиесілі қандай да бір ақша қаражатын алған болса, ол да сол жерде жәбірленушілерге қолхат жазып беруге мәжбүр болушы еді. Яғни бұл жерде ешқандай қатысы жоқ болғандықтан Сариевтің тарапынан ешқандай қолхат жазылмаған. Ал аталған күні Сариевтің жәбірленушілермен кездесу барысында өз әрекеттерін жасырмай, қоғам алдында адал болуға тырысып, өзінің бұрынғы еңбегі мен халық алдындағы адал ниетін көрсеткен. Егер Сариев шын мәнінде алаяқтық сипатта қылмыстық құқық бұзушылық жасаған болса, ол мұндай жағдайда журналистік сұхбат беріп, қоғам алдында өз әрекеттерін ақтап көрсетуге бармас еді. Бұл оның қасақана қылмыс жасау ниетінің бармағанының айқын дәлелі. Сот барысында анықталғандай, осы істе көрсетілген 20 эпизодтағы жәбірленушілердің салынған ақша қаражаттары 2025 жылдан басталатындығы, жәбірленушілердің ақшасы тікелей Дүйсееваға түскендігі және Дүйсеева өзіне тиесілі ұялы телефоны қолында болғандығы, осы ақшаларды тікелей өзі жаратқандығы өз дәлелін тапты. Сондықтан негізсіз тағылып отырған 20 эпизодты алып тастауыңызды құрметті сот сұраймыз. Сариев Ильяс Серікбаевич қоғам алдында өзінің еңбегімен, жақсы мінезімен және қоғамдық белсенділігімен танылған азамат. Ол халық арасында Робин Гуд деген бейресми атқа ие болған, яғни өзгелерге көмек беруді өмірлік қағида еткен тұлға. Сондай-ақ оның досы Дәурен есімді азаматта өткен сот отырыстарында бейнежазбадан өздеріңіз байқағандай 2022 жылдан бастап бірге жұмыс жасайтындығын және де Тараз қаласында, Алматы облыстарында қаншама қайғы қасірет көрген және қиыншылықта отырған үйсіз жандарға үй алып беруге көмектескенін жоққа шығармаған болатын. Сонымен қатар жылжымайтын мүліктерден бөлек қамқорлық және науқастарға көмек қол ұшын созғандығын айтып жеткізген. Ол отбасының жалғыз асыраушысы, кәмелетке толмаған балалары бар. Осындай азаматты дәлелсіз айыппен қылмыскер деп тану әділет пен адамгершілік қағидаларына қайшы келеді. Құрметті сот, осы отырыстарда болған жайттардың барлығын ескере отырып және куә ретінде қатысқан тұлғалар бар. Барлығы бұл аталған компанияға ешқандай қатысы жоқтығын және де олардың ішкі жаңағы қаржылық жағына араласпайтындығын және де жаңа мен қорғауымдағы азаматтың өзін айтып өткеніндей, ол азаматтар нақты жарна ретінде көрсе, ол жерде компанияда егер қызмет нақты Сариев жұмыс жасайтын болса, сол жерде жүргендігін дәлелдеп айтар еді. Бірақ дегенмен ондай жауаптарды біз естіген жоқпыз. Сондықтан өзіңіз байқағандай, өзіңіз зерттегендей, өткенде 2025 жылы жазылған жәбірленушілердің арыздарын басты назарға алып отырып, ол жерде нақты Сариевтің мүлдем қатысы жоқтығын ескеруіңізді сұраймыз. Сол себепті құрметті сот, барлық жоғарыда баяндалған уәждерді ескере отырып, сізден Сариев Ильяс Серікбаевичтің әрекеттерінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабы 3 бөлігінде қарастырылған қылмыс құрамының жоқ екенін ескеріп, ақтау үкімін шығаруыңызды өтінемін. Әділеттік бұл жазалау емес, шындықты анықтау. Ал осы істің шындығын анықтау сіздің құзырыңызда деп санаймыз. Отырыңыз. Келесі сөз қорғаушы адвокат Алибаевқа беріледі. Құрметті сот және сотқа қатысушылар. Міне біз бүгін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабының 3 бөлімінің 4 тармағымен айыпты деп сотқа берілген Сариев Ильяс және Дүйсеева Ақтоты Болатқызының қылмыстық ісінің басты сот талқылауын аяқтап отырмыз. Сот талқылауында төмендегі жағдайлар анықталып отыр. Менің қорғауымдағы Дүйсеева Ақтоты Болатқызы бірінші күннен бастап, яғни алдын ала тергеу барысында және осы сот талқылауында өзінің кінәсін толығымен мойындап, өкінішпен сотқа төмендегі мән-жайларды жеткізгенін көрсетіп отырмыз. Бұл сотта Ақтоты барлық осы іске қатысып отырған жәбірленушілердің немесе сот тарапын, немесе жәбірленуші өкілдерінің тарапын бір алдауға салайын деген ой болған жоқ. Барлық шындықты айтып, жаңағы ағынан жарылып, төмендегі жағдайларды көрсетіп отыр. Ол өзінің
2018 жылы Сариев Ильяс атты азаматпен танысқандығын, сол уақыттан бері аталған азаматты танитындығын, кейіннен Сариев екеуі Ақтау қаласында 2020 жылы Люфер атты дәмханасын ашып, ол дәмхана пандемия ауруларына байланысты карантин басталып, кафені жабуға мәжбүр болғандықтарын көрсетті. Осыдан кейін Сариев Ильяс оған қаржылыққа азаматтарды алып барумен айналысу туралы ұсыныс жасап, ол өзінің атында болған ИП Люферді атын ИП MA Travel атты тур фирмасына 2020 жылы ауыстырғанын көрсетіп отыр. 23 жылдың қаңтар айынан бастап аталған компанияның жүргізе бастағандығын, ол компанияның жарнамасын басынан бастап Сариев өзінің Инстаграм парақшасы арқылы жарнамалап жүргендігін, содан кейін Сариевтің айтуы бойынша және оның нұсқауымен ML Travel атты парақша ашып, сол парақша арқылы клиенттер жинап, оларды Мекке Мәдинаға 2000-нан астам адамды қажылыққа жіберіп отырған. Қажылыққа баратын азаматтардың барлығының қаражаттары шамамен 500-600 мың теңгеден болған. Ал ол азаматтардың қаражаттарын компанияның Каспий Пей қосымшасы арқылы аударып отырған. Сол уақыттарда Каспий Голд картасы Сариевтің қолдауында болып, Сариев сол карта арқылы Каспий қосымшасына түскен қаражатты аударып ала алатынды жайлы көрсетіп отыр. Осы аралықтарда Сариев оның Каспий Пей қосымшасында болған жалпы сомасы 15 миллион теңгеге жуық Каспий Голд қосымшасы ақшаларын шешіп алғандығы байқаған. Осы сәттен бастап олардың фирмаларында ақша қаражаты жетіспеушілік, яғни кассасыздық пайда болып, өз күшімен қаржылыққа кейінірек баратын адамдардың ақшаларын аударып отырып, қаражаттарымен жауып отырған. Тұғырықтан шығу жолдарын қарастырып, сол кісілердің ақшаларымен бірінші потокты, екінші потоктың түскен ақшаларымен жапқан. Сөйтіп жүрген уақытта 25 жылдың сәуір айының 7 күні жанжал шығып, жаңа қажылардың қажылыққа баратын күндері кейінге шегеріліп, кейіннен олардың барлығы олардың компаниясы арқылы қажылыққа барудан бас тартып, ақшаларын қайтаруды талап еткендігін, ол азаматтарға қаражаттарды қайтару мүмкіншілігі болмағандықтан соңғылар полиция басқармасына арызданғанын көрсетіп отыр. Осы көрсетіп отырған Дүйсеев Ақтотының барлық уәждері шындыққа ұласатыны көрініп тұр. Егер де Сариев компанияның қаражатын тиімді және белгілеген бағытта жұмсаған болса, бұндай қайғылы жағдай болмас еді. Дүйсеева өз жауабында Сариевтің компанияға түскен қаражатты өз еркімен жұмсап, құмар ойындарына салып, осындай тұғырыққа әкеп соқтырғанын айтып отыр. Ол өз басы қаржы қиындығына тапшы болмаса, бұндай жағдай болмас екендігін және қаражаттың барлығын қаражаты болмағандықтан бір адамның қаражатын екінші адамның қаражатымен жауып мәселені шешпек ой болғандығын көрсетіп отыр. Қаражаттардың жоқтаған адамдар осы адамдардың арызданғаннан кейін кездеспегендігін, олармен келісім сөздері Сариев өз бетінше жүргізіп отырғандығын, арыз түскеннен кейін өз басы барып адамдарға жолығып, оларға қаражаттарын барынша қайтарып беретіндігі туралы қолхат жазып бергендігін айтып отыр. Бірақ та сол қаржылар оның сөзіне сенбей полиция басқармасында арызданып, сол арыз бойынша жауапқа тартылып отырғандығын көрсетіп отырмыз. Егер де Сариев осындай қадамға барып, қаражаттарды құмар ойындарына салып жібермеген кезде бұндай қаржылық тапшылығына ұшырамас екендігі туралы көрсетті. Ол туралы жаңа Дүйсеева өзінің берген жауаптарында толығымен көрсетіп отыр. Өз басы қаржылардың қаражаттарын жымқыру ой болмағандығын айтып отыр. Оларды өзінің күшімен Беккеге жіберіп отырғанын көрсетті. Қылмыстық іс бойынша Дүйсеев Ақтоты 20 адамның әр сомадағы
қаражатын жымқырды деп айып тағылып отыр. Оның ішінде Дүйсеева өзінің шамасы келгенше жәбірленуші Қалқаеваға 520 мың теңгесін, ал жәбірленуші Иманбекова Жансұлуға бүкіл толық ақшасын қайтарып, қарсы арыз жазып, өзіне келген шығынды толығымен қайтарылып отырғандығын, өзінің қылмыстық ісі бойынша Дүйсеева ешқандай шара қолданбауы туралы көрсетіп отыр. Сонымен қатар 4-ші эпизод бойынша Боранбаева деген азаматшаға 670 мың теңге қайтарылды. Ол туралы да қылмыстық істе толығымен көрсетілген. Жоғарыдағыларды қорыта келе, Дүйсеева Ақтоты осындай жағдайға душар болуы іс бойынша сотталушы ретінде танылып отырғандығы Сариевтің іс-әрекеті екендігін толықтай көз жеткізіп отырмыз. Дүйсееваға мына жаза тағайындағанда қорыта келгенде тағайындаған уақытта төмендегі мән-жайлар толық ескеруді сұраймын. Олар Қазақстан Республика қылмыстық кодексі 50-ші бабында көзделген қылмыстық жауаптылықпен жазаны жеңілдететін мән-жайлар: алғаш рет қылмыс жасауы, бұрын сотталмағандығы, кінәлі адамның кәмелетке толмаған жас балалары бар екендігін, қылмыс жасап келтірген залалды өз еркімен жағдайы келгенше өндіруі, шын жүректен ниеттеніп өкініп отырғаны, қылмыстың толығымен мойындап отырғанын ескеріп сұраймын. Сонымен қатар Қазақстан Республика қылмыстық кодексінің 54-ші бабындағы қылмыстық жауаптылықты жазаны ауырлататын мән-жайларды мүлдем жоқ екенін ескеруді сұраймын. Сонымен қатар осы қылмыстық бұзушылық жасағаннан кейін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің Қазақстан Республика Конституцияның 30 жылдығына орай шығарылған рақымшылық заңның пайдалану қажет деп есептеймін. Жоғарыдағыдай ескере отырып, Дүйсеева Ақтотыға түпкілікті жаза тағайындаған уақытта оның бас шарасынан айырмайтын жаза тағайындауды сұраймын. Сонымен қатар тағайындалған жазаны Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 74-ші бабына сәйкес жас баласы бар әйел жазаны өтеуін кейінге шегеруді қалдыруды сұраймын 74-ші бабы бойынша. Себебі Ақтотының қазіргі уақытта 10 жастағы жас баласы ешкі қараусыз жаңа жалғыз басты әкесінің қарауында қалып отыр. Сонымен қатар қазіргі кезде ол Ақтотының анасы ертеректе қайтыс болып, жалғыз басты әке осы Ақтотының баласын бағып отырғанда көз жеткізіп отырмыз. Ол туралы құжаттардың барлығы құрметті сотқа өткізілген, қылмыстық істе тіркеуде деп есептеймін. Сол себепті, құрметті сот, біз қазіргі кезде соттап отырған, сот алдында отырған жалғыз басты ана осындай бір қиыншылыққа душар болып, өзін бірінші рет осындай қылмыстық әрекеттер жасап отырғаны анықталып отыр. Ол жасаған әрекеттері не себептен екенін осы жерде отырған куәлердің, осы жерде отырған жәбірленушінің барлықтары біліп отыр. Сол себепті Ақтотынға жаңағы жаза тағайындаған кезде осы барлық келтірілген мәселелердің бәрін ескеруді сұраймын, құрметті сот. Түсінікті. Отырыңыз. Келесі сөз сотталушы Дүйсееваға беріледі. Трибунаға келсін. Баршаңызға сәлеметсіздер ме? Менің ең айтайын дегенім, біздің компания 2 жыл ішінде 3 жылға жуық уақыттың ішінде 2000-нан астам кісілерді қажылыққа апарды. Менің бұндай арам ойымда болған жоқ. Кісілерді алдап кету деген нәрсе. Өшіріңіз. Барлық потерпевшілерден кешірім сұраймын. Адвокатымен толықтай келісем. Қазір 11 жастағы балам әкемнің қарамағында. Сізден сұрайтыным, ауыр жаза тағайындамауыңызды сұраймын. Төртінші статьямен отсрочка беруіңізді сұраймын. Егер 24 жылдан бері бұндай жағдай басталмаса, бұның соңы бұндай іске бармас еді.
өзіме тағылған барлық айыпты мойындаймын. Барлық жәбірленушілерден кешірім сұраймын. Қалған адвокатымен толықтай келісемін. Түсінікті. Сөйлеп болсаңыз отырсаңыз болады. Так, бірінші репликаны айыптау жағына ұсынуымыз керекпіз ғой. Не деген тынымсыз адамдарсыздар. Айыптау жағы, реплика, қосымша сөз бар ма сіздерде? Бар, құрметті сот. Түсінген бойынша Дүйсеева ханым өзіне қойылған жаңағы кінәні мойындап тұр. ММ Тревелға қатысты қанша эпизод бар соны? ММ Тревелғасы 20 эпизод, 6 эпизодқа мен қатысым. Жақсы, енді сіздің тарапыңыздан бір қандай да бір азаматтарға қатысты бір жаңағыдай материалдық шығынды өндіру туралы. Мына Ильяс мырза жаңа өндіріп жатыр, жаңа не істеп арыз шағымдарын алып жатыр. Сіздің тарапыңызда қандай да бір әрекет орын алып жатқан жоқ қой? Ролода кезінде бар ақшамды берген қайтарып. Мен жаңа айтып кеттім ғой. Сұрақ қойылмайды ғой, құрметті адвокат мырза. Тек қана өз сөзіңізді айтсаңыз, ол кісі сізден кейін сөйлейді. Басқа реплика жоқ па? Айыптау жағы. Асыл. Нет, жоқ, реплика жоқ менде. Құрметті сот, мен толықтырып жіберейінші. Енді мен бұл кісі қазір бәрімізге белгілі Конституцияның 30 жылдығына қатысты барлық әйелдерге сот тараптарынан жаңағыдай отсрочка беріп жатыр, яғни жазаны бас бостандығынан айырып кейінге қалдырып жатыр. Бірақ енді біз неден президенттің несінен аттап кете алмаймыз ғой, бірақ қарап отырсақ, мен түсінгенім бойынша ол кісінің тарапынан ешқандай да бір возмещение орын алып жатқан жоқ, құрметті сот. Сол себепті Өзіңіз қанша рет айтамын? біздің позициямыз сол қалады, бас бостандығынан айыру жазасында. 7 жылға бас бостандығынан айыруды сұраймыз. Рахмет. Так, айыптау жағы сөйлеп болса, онда қорғау жағының репликасына кезек берейік. Сариев. Жаңағы адвокат мырза айтқан болатын, Дүйсееваның адвокаты, яғни 2024 жылы Сариевті 15 миллионға шығын келтіргеннен кейін осындай жағдайға алып келді деп айтқан болатын. Менің түсінгенім бұл оқиғадан мына жерде нақтылап көрсетіп жіберейін. Яғни мына жерде 1965 жылы туылған Анарбаева Күләш Егінбаева ханым осы ММ Тревел компаниясына хабарласқан уақытта Ақтоты ханым, яғни Шырын Дүйсееваның кәсіби қосымшасын берген. 2 реттен Дүйсеева Шырынға 300 мың теңгеден сол кісінің қаражатын аударған. 600 мың теңге қаражатты аударған. Яғни мен түсінгенім, алдында сот отырысында да біздер шақырдық. Осы менеджерлерді және осы Дүйсеева Шырынды шақыруымызды сұраймын деп айтқан болатынбыз. Себебі бұл кісіге Шырын Дүйсеева жүйелі түрде қаражат түсіп тұрған. Яғни оны дәлелдейтін себебіміз Астана қаласынан 2024 жылы алдында адвокат мырза өзі айтқан болатын, Астана қаласында үй болған деп, Астана қаласына 2024 жылы Е15 көшесінде 21 үйді Шырын Дүйсееваның атына 26 миллионға үй алынған дәлелдейтін мәселелер бар. Сол бойынша Шырын Дүйсеева тұрақты түрде 2024 жылдан бері ақша түсіп тұрған. Яғни шығынның көп компанияға кесір осы кезден бастап тиді деп ойлаймын. Себебі жүйелі түрде ақша қаражаттары осы компаниядан алынып, үй алынған 26 миллионға үлкен кассовый срыв сол кезде болды деп ойлаймын. Мен өз позициям. Иә. Отырыңыз. Қорғаушы, сіздің қосымша сөзіңіз. Құрметті сот, қоғамдағы азамат Сариевтің айтқанмен қосыла отырып, тағы мен қосатыным, және кім Дүйсееваның адвокаты айтып өтті ғой, ойын сауыққа салды, және құмар ойынға салып, содан срыв болды деп отыр. Алайда біз өткен сот отырыстарында да тоже анықтағанымыздай, біз Сариевтің ұялы соткасынан, яғни ешқандай бір құмар ойынға салынған жерлерін байқаған жоқпыз, және ешқандай жерде тіркеуде тұрмайтындығын біз анық айта алдық. Және де біз өткен сот отырысында Дүйсееваның көрсеткен ұялы телефондағы құмар ойындар бойынша нақты Сариевтің ойнағандығы ол жерде аты жөні еш жерде тіркелмеген. Ол біз енді қазір құжатқа сүйенетін және де ол зат кімнің заты екенін қарап отыратын
уже дәрежеге жеттік қой, құрметті сот. Дүйсеева өзінің ұялы соткісіне өзі жауап беру керек. Былай қарағанда, ол өзінің ұялы, өзіне тиесілі ұялы телефонында жаңағы ойын ойнады деп отыр. Алайда ол жерде нақты кімнің ойнағандығы, Сариевтің сол жерде ойнағандығын ешқандай дәлелін таппады деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде құмар ойын туралы және соның салдарынан стрип болды деген сөзмен толықтай келіспейміз. Өйткені еш жерде тіркелмеген, еш жерде ол жайында айтылмаған, ал өткенде куә ретінде қатысқан тұлғаның айтуы бойынша соған тоқталатын болсақ, ол да нақты дәлелін таппаған ақпарат деп санаймын, құрметті сот. Сосын жаңағы айтып өтті ғой, шығынға аударымдар болған деп. Расы керек, мен өткен жолы сізге сұрау салдыртыңызшы дегенім, бұл жерде сол Дүйсееваның өзінің жаңа сестрасы, Шын ба? Сестрасы болады, сол кісіге қомақты Дүйсееваның тарапынан ақша аударымдар болып отырған, және де жәбірленуші тараптан аударым жасап отырды, жәбірленуші тараптан. Енді осы жерде жоқ шығар, басқа да может жәбірленуші тараптардан сол сестрасы Шынға аударым жасаған, және де маған бағана енді біз жарыссөзге өтіп кеткеннен кейін іс материалына тіркемей отырмын. Әкесі тарапынан да бірнеше чектарды ұсынған болатын Сариевтің әкесі, яғни Шынға бірнеше рет аударымдар жасалынғандығы жайында. Мына жерде миллиондап бірнеше чектер болды, құрметті сот. Бұл жерде сол сестрасы Шынға аударылған. Бұл жерде ол Шын жайында әңгіме қозғалған жоқ. Дегенмен де өткенде үйін сатты және Сариевке берді, және Сариев бұл жерде ойынға салды деген ақпараттардың бәрі негізсіз деп санаймын, құрметті сот. Түсінікті. Тағы қосымша сөз қорғаушы сізге. Құрметті сот, мен біріншіден репликаға келіп отырсақ, мына жерде жәбірленуші тарапының өкілдері жаңа сұрақ қойып жатыр. Бізге ешқандай да бір келтірілген залал өндірілмеді ме деп сұрақ қойып жатыр. Мен өз жаңа баяндаманы көрсетіп келдім. Жәбірленушіге кім жаңағы Дүйсеева соты осы өзінің бар жағдайы деген қазір өзінің сырып болып отырғанын көріп отырмыз ғой. Қалқаева деген азаматқа 550 мың теңгесін, Иманбекова Жансұлу деген адамға 1 миллион теңгесін, сонымен қатар жаңағы Боранбаева деген адамға 600-700 мың теңгесін қайтарып берген, ол қылмыстық іс бойынша дәлелденіп отыр. Сол себепті құрметті сот, жаңағы мен келтіріп отырған жаңа әріптесіміздің қойылып отырған сұрақтарына сондай жауаптар беріп отырмын. Қазіргі кезде де Дүйсеева өзінің шамасы келсе де келгенше қайтарып берем деп уәде берген. Ол туралы өзінің сөзінде жаңа жылақтап көңіл босап айта алмай кетті. Егер де жәбірленушілердің барлықтары көріп отыр ғой, құрметті сот. Бұл жерде бір сізде немесе бір жәбірленушілерді бір осындай бір сергелдеңге салып, алдаушылыққа салып, мен жоқ, қатысым жоқ бұл эметребылға, барлығын Сариев жүргізген деп нетіп отырған жоқ. Екеуміз жүргіздік, екеуміз де басшы болдық, осы деп көрсетіп отыр. Сонымен қатар қылмыстық іс бойынша сұралған куәлардың барлықтары да көрсетіп отыр ғой, кімнің қандай жұмыс атқарғандықтарын осы қылмыстық іс бойынша, кімнің қандай ақша жібергендерін. Ал енді жаңағы жерде келетін болсақ, біздің әріптесіміз айтқан Шырынға түсті, Шырынға аударылды деген ол іс бойынша бірақ куә бар, Шырын деген кісіге жібердік. Біз енді заңгер болғандықтан біз тағылған айып бойынша, заң талабы бойынша, тағылған айып бойынша қылмыстық шеңберінде қылмыстық істі қарауымыз керек. Ал егер кімге кім қанша ақша жіберді, кімнің ақша жібергенін біз әлі дәлелденбеген қылмыстық іс бойынша сол сәттерде құрметті сот ескеруіңізді сұраймын. Сонымен қатар мына қазіргі кезде мына жәбірленушілердің күні осы қатысып отырған бір активист жәбірленуші осы істі мен бастап едім, мен осы арыздарды келтіріп барлығы жинап едім деген кісі жәбірленуші қатыспай отыр. Ол кісі өзінің жауабында да айтып қалды ғой, мен Ақтотының мысалы шындығын айтып отырғанына, өзімнің нетіп отырғаныма менің қазір көзім жетіп, ол кісіні мысалы түсініп отырмын деген жауаптар берген. Осы жауаптардың барлығын ескеруді құрметті сот сұраймын. Түсінікті. Тағы қосымша сөз бола ма, сөйлемегендер? Болады, трибунаға келіңіз. Құрметті сот, мен
Бұндай енді жиындарға онша қатысып не көрмеген, бірақ қазір түсінігім бойынша қазір Сариев Ильяс мен ешқандай алаяқ емес, мен ешқандай менде кінә жоқ деп, я кешірім сұрайын, осылай болды, я осылай жасап қойдым деп айтып отқан сөзін естіген. Ол 5 балам бар, жеңілдік бәрі сұрап отыр. Мен қамқорлығымдағы жалғыз басты ана, 3 баласы менен мүгедек балдардың, солардан ешкімісі 24 миллион жиылды деп 5 күнде маған көрсеткен, үйді көрсеткен. Соны нап берейін, ямысы нап солға көмек берейін. Нап мен сондай іс қылып қойдым ғой деп өнерден ешкімнен, ешқандай жәбірленушілердің кешірім сұрап отқанын көріп тұрған жоқпын. Ешқандай кінәм жоқ, кінәсізбін. Мен кінәлі деп барлығын айта алмаймын, бірақ мен өзімді айта аламын. Менің балдарым 2 жылдан бері көшеде қаңғырып жүр ғой, Мысырдың ішінде. Руслан Өтепбай бар, полны түсірген, үйді түсірген, бірінші топтағы жатқан шалым сөз инсультпенен жатқан атаны түсірген. 70-ке келіп отқан мен жүрмін. Оларға осындай көмек болсын ау, кешіріңдер, болмаса қолымнан келгенше көмек берейін деген сөз естіп отқан жоқ. Бұлар берген 800 мыңды айтады да тұр, мен кешірім бер, соны бердім деп. Ол оның қалтасынан шыққан ақша емес қой. Әр нәрсенің құрметті сот көпшілігімен шындық болсын. Осы қылған істерін ешкімсі мойнына алу керек қой, ол мойнына алып тұрған жоқ бүйтіп қараса. Бізден кешірім сұрады, қайта-қайта қылатыр, кешірім беріңдер. Бізден кешірім алу үшін ол кісі алдын өзі кешірім сұрайды, бас ию керек. Мен 5-6 рет көрген шығармын. Менің үйіме апарып сол ақшаны 24 миллионы мені алдым. Резонанс болып кетеді. 5 күнде жиылған ақшаны алғаннан кейін үйіме бір барғанын көрген жоқпын. Бардым, хабар алдым дейді. Мен тек қана өзін звондап, мені шақырып, өзімен ғана сөйлескен болмасам, мен бала шағамнан мүгедек боларым. Қараусыз жоқ. Мен ғана қамқор. Олардың ақысını сонша жеп қойдым ау. Ертең бұл балалар не күн көреді екен? Мен соны мойныма абедім деген сөзді айтып тұрған жоқ қой. Сол үшін сізден өтініп сұрарым. Мойындасын, жазасы қылды ма, алаяқтық па, басқа ма, мойнына алғын істеген іс үшін жазасын алсын. Болмаса солардың ақысını берсін. Көшеде қалғандардың. Өз айтпақшы, мұның 5 баласы баладан сіңім айтып отқанда, біздің айтып отқанда, біздің балдар көшеде қаңғырып жүрген балдар бала емес пе не? Әкелері қайтыс болған болса, шешелесі мүгедек болған болса, ол балдар көшеде жүру керек па енді? Мен ештеңке қылған жоқпын, мен бұл ертең шығып жұмыс істеймін деп жүреді екен да, аналардың бетіне әркім көрсе, кім болса сол көшеде сөйлеп жатыр, сол балдарға. Мен соны ашық, шындық болсын деймін, басқа ештеңке айтпаймын. Сол балдар айтып отырмын ғой, біреу болса да мейлі екен. Артында біреу болса да мейлі екен, қорғап ертең не қылатын. Оның біреу мойындап тұрған жоқ. Алған 24 миллион, мен солыға айттым ғой, видеоға шығардым ғой деп айтып атқан жоқ, ешқандай айтқан жоқ. Құрметті сот. Болдыңыз ба? Болдым. Отырыңыз. Мен қойсам бола ма? Мен кім бола ма? Сіз кім боласыз? Мен Жумалиева және мен жолдасым қайтыс болған, маған сбор ашқан. Списокта жоқ, сіз сөйлей алмайсыз жарыс сөзді. Ашылжақпын ғой Қазір сізге. мен. Сіз сөйлей алмайсыз, өкінішке орай. Адвокат Абдраимов. Мен жаңа жарыс сөзде сотталушы Сариев пен Дүйсееваның айтқандарын тыңдап, қазір бір тұжырымға келіп жатырмын. Енді Дүйсеева өз кінәсін толық мойындап тұрған жоқ. Кейбір эпизодтарды мойындап, басқаларын мойындап тұрған жоқ. Бірақ тергеу барлық жаңағы мән-жайларды анықтаған. Сонда да өкініш бар екені көрініп тұр. Енді әйел заты болғаннан кейін шығар деп ойлаймын. эпизодта да мойындап отыр. Мен сөйлеп жатырмын қазір. Сіз қаражат жөнінде мойындап тұрған жоқсыз ғой бәрін. Сіз барлық қаражатты алдым деп тұрған жоқсыз ғой, бөлістім деп тұрған жоқсыз ғой. Тергеу қазір сізге айыпты таққан кезде бүкіл қаражаттың бәрін бірге ұрлады деп тұр. Алдын ала сөз байласып топ құрып деп тұр. Мен соны айтып тұрмын. Ал Сариевте өкініш жоқ. Сариевте өкініш жоқ. Бұл жерде қылмыс қоғамдағы азаматтардың
әлеуметтік жағдайы төмен азаматтардың, яғни заңды басқаны да мысалы заңның қандай ауыртпашылығы бар екенін, ақшаны қайда салу керек екенін енді көбінесе қаржылық сауаттылығы жоқ екенін пайдаланып отыр. Құқықтық сауаттылығы жоқ екенін пайдаланып отыр. Дінге қарым-қатынасын жаңағы дінде жүрген азаматтардың алдап жатыр. Енді бұндай қылмыста енді бұл резонансты қылмыс. Сондықтан бұл бәріне сабақ болу керек. Екеуіне де қатаң жаза, жаңағы максималды түрде 7 жылдан бас бостандығын айыруды сұраймыз. Сол. Түсінікті. Құрметті сот, тоқтау жүрсем бұл? Бір-бірден реттен ғана жарай ма? Өйткені репликада көп сөйлемейді. Айта беріңіз. Толықтырамын деп жатырмын. Сот рұқсат берді ғой. Қазір сіздерге де сөз беріледі ғой. Мына қылмыстық кодекстің 74-ші бабы отсрочка деп жатыр ғой, орысша айтқан кезде. Жүкті әйелдердің және жас баласы бар тәрбиелеп отырған әйелдердің жазасын кейінге қалдыру мәселесін. Мына 74-ші баптың позициясына келетін болсақ, бірінші бап мына. Біздің осы баппен айып тағылып отқан азаматтардың санкциясы бойынша 3 жылдан 7 жылға дейін көрсетілген, құрметті сот. Бірақ мына жерде астын сызып не қылған кезде айтатын болсақ, жеке адамға қарсы ауыр немесе аса ауыр қылмыстар біздікі ауыр санатына жатады, құрметті сот. Мына бірінші бап бірінші бөлігінде көрсетілген ауыр және аса ауыр қылмыстар, террористік қылмыстар, экстремистік қылмыстар, қылмыстық топ құрамында жасалған қылмыстар, жас балаларға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстар үшін 5 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыруға сотталған жүкті әйелдердің және жас баласы бар немесе оны тәрбиелеп отырған әйелдердің жас баласын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектердің жазаны өтеуі кейінге қалдырылмайды деп көрсетілген. Құрметті сот, осы 74-ші баптың бірінші бөлігін кеңесі бөлмесінде ерекше назарға алуды сұраймын. Рахмет. Түсінікті. Сотталушы Сариев, одан кейін қорғаушысы. Соңғы реплика бар. Құрметті сот, жаңа мен сөз айту барысында айтқан болатын, біздер тергеу барысынан бастап, яғни сот басталғаннан бастап, айыптау актісі шеңберінде сот айыптау актісі шеңберінен шығып кеткен болатынбыз деп айтқан болатынбыз. Себебі бұл жерде айтылған әңгімелердің бәрі 23-24 жылғы әңгімелер, ол ешқандай да мына айыптау актісіне кірмейді. Сондықтан айтып отқан адвокат мырзаларының сөзін ескерусіз қалуыңыз. Түсінікті. Қорғаушы Кішкенебаева. Мені қоса айтатыным, бұл жерде жаңа айтып отыр ғой, Сариев еш өкініп отырған жоқ, істеген іс-әрекетіне деп отыр. Алайда біз 26 эпизодтың 20-сына нақты қатысымыз жоқтығын атап өтсек, 6 эпизод бойынша біз жасаған іс-әрекетімізді мойнымызға алдық. Бірақ дегенмен, құрметті сот, бұл жерде қандай Қанжыл берсін жалмауыздарға. Тәртіп бұзбаңыз. дауысын басып қоясыз ба, құрметті сот? Айта беріңіз. Енді 6 эпизод бойынша жаңа атап өткенімізде 3 адам кешірім беріп отыр. Енді Төреева сіздің қарауыңызға қалдырды ғой. Сонда 2 адам нақты беріп отыр. Ал енді қалған 3 адам бойынша 4-еу берді, жоқ 3-еу берді, 3-еу бойынша енді біз нақтылайтын болсақ, ол жерде азаматтық тәртіппен қаралатын іс, құрметті сот. Жаңа бірінші эпизод бойынша Дүйсенбаева ол жерде несие алдыртты, оны ай сайын төлеп келді. Бұл жерде отырам, тыныш отырыңызшы. Тәртіп бұзуға болмайды. Әркім өзі сөйлейді ғой. Осы жаққа жаңа санкция беріп отырам дегенше, бұл кісі ешқандай жаңағы үзбей төлеп келді. Алаяқ деген қандай? Сеніміне кіріп, кредитті алдыртып алды, не ақшасын төлемесе, ондай жағдайда айтуға болады. Бұл жерде өзінің ретімен график бойынша төлемін жасап келді. Ал енді бұл жерде тағы айтатын Хайрулаева, оны да видеосын жасады, әлеуметтік желіге салуға себеп болды. Яғни ақпараттың төмен болуына байланысты болды. Ал Бетаев бойынша ол қарыз ақша болды. Сондықтан біз тағылған 6 эпизод бойынша, құрметті сот, ол азаматтық тәртіпте қаралуға тиіс деп жатырмыз. Яғни 3 адамға қатысты іс бойынша айтып отырмыз. Ал қалғаны бойынша кешірім беріліп отыр. Сондықтан осы жайттарды ескеруіңізді. Түсінікті. Әлибаев, соңғы реплика. Рахмет, құрметті сот. Мына жерде біз қазір жәбірленуші тарапы, жәбірленушінің өкілдері осы қылмыстық іске қатысқанда барлығымыз басынан аяғына дейін қатысып отырмыз. Осы жерде
жаңағы өкінішілік, жаңағы қатаң жаза сұраймыз деп отыр ғой. Бұл жерде Дүйсееваның бірінші күннен бастап берген жауабын басшылыққа алуды сұраймын, құрметті сот. Бірінші күннен осы қылмыстың аяғына дейін жетуіне, бүгінгі біздің қылмыстық істі аяқтап отыруымызға осы Дүйсееваның көп себебі тиді деп есептеймін. Себебі, құрметті сот, егер де барлығымызда жаңағы заңгерлеріміз ғой, жоқ, жалғыз өзім қылмыс жасадым, мен деп басқаларды жалтаруға да болатын еді, бірақ Дүйсеева шындығын айтып отыр. Сол себепті мына жәбірленушілердің өкілдері де түсінуге болатын еді, бірақ енді олар әрқайсының өздерінің несі бар ғой. Сол себепті, құрметті сот, үкім шығар кезде осы жәбірленушінің қатты өкініп, осы қылмыстың ашылуына, қылмыстың аяғына жетуге атсалысқанын ескеруді сұраймын, құрметті сот. Түсінікті. Осымен сот жар сөзін аяқталды деп жариялайды. Үзіліс 5-10 минутқа үзіліс, одан кейін жалғастырамыз. Құрметті қалың көрермен, дәл қазір сот отырысы уақытша аяқталды. 5-10 минут үзілістен кейін сот қайтадан сотты жалғастырады. Үкім шығып қалуы мүмкін, сондықтан арнада болыңыздар. Сот талқылауы жалғасады. Құрметті іске қатысушылар, біздің сот мәжілісінің араларыңызда біреуіңіз тікелей эфирде шығарып отыр екенсіздер. Оған сот рұқсат берген жоқ. Сондықтан да бұл жерде кішкене бонус жинайын деп, кейін заң алдында жауап беріп қалып жүрмеңіздер. Өйткені құзырлы органдарда бұл процесс кейін естейтін болады және өз бағасын беріп жататын болады. Сондықтан абай болыңыздар. Ал сот рұқсат берген жоқ. Ал басқа жағынан өздеріңіз білесіздер, процесс ашық жүріп жатыр, бәрін жазып жатырсыздар, жариялап жатырсыздар, оған ешқандай тыйым жоқ. Сонымен біз сот жар сөзін аяқтадық. Енді сотталушыларға соңғы сөз берейік. Алғашқы соңғы сөзді сотталушы Сариевқа беріледі. Сот басталғалы енді бүгін әр нәрсенің басы мен соңы болады ғой, соның соңына да келіп қалып біз. Соңғы сөз дегенде адам басқаша күйде болады екен. Не айтайын енді? Жаңа айтып жатырмын, құрметті сот. Үкім шығарарда осы бізге қатысты нақты қағаз жүзінде көрсетілген дәлелдемелер бойынша шығарсаңыз. Басқа да жайттарды ескермесеңіз, біздер дәлелдеп сізге көрсеттік, бәрін іс жүзінде көрсетіп бердік. Мен басынан бастап айтқан болатын, бұл компаниядан 25 жылы кетіп қалдым деп, және 25 жылы мен өз компаниямды ашқан болатын, саяхат тревел деп. Онымен де мен қажыларды жібердім, қажыларында видеолары бар. Соны жарнамалап бастап кеткен болатын, алайда бірақ шын видеоға бардым, сол өтініштер бойынша барып жүргенім рас. Басқа да ешқандай қаржылық мәселелеріне араласпадым компанияның. Өзіме қатысты 6 эпизодтар бойынша да мен ол кісілермен жаңа видео түсіріп беру мақсатында жұмыстар жасалды. Тек қана әлеуметтік желіге салынбай қалдым. Сол үшін кешірім сұраймын енді. Мен өзім егерде қандай да бір осы жәбірленушілерден зиян келтірсем, мен сіздерден кешірім сұраймын. Жігіттік басымен жаңа Төреева ханымды айтып жатыр ғой, әпкемізден, мен алдында әпкеміз кешірім сұрамады деп жатыр.
мен әпкемізден алдыңғы отырыста да кешірім сұраған болатын. Әпке, мені кешіріңіз, қандай да бір сөзіммен, ісіммен сізге бір зияным тиіп кеткен болса, мен сізден кешірім сұраймын, бала шағаңыздан да өзіңізден де. Және сізден алған қаражаттарды, жол болма алған қаражаттарды мен толықтай өтедім деп ойлаймын. Кешірім сұраймын енді. Және өзім қалай айтса болады енді, басқа да мына жәбірленушілер танылып жатқан қажылардан да, егер мен сіздерден осы іс барысында басталғаннан бастап қанша адамдармен ұрысып та жатырмыз, кесіп те жатырмыз, біреулерге бір ауыр тиіп кетіп жатса сөздерім, сіздерден де кешірім сұраймын енді. Ешқандай мен қаражаттарыңызға бір зияным тимегенін мен сот барысында дәлелдедім. Сондықтан мен сіздерге бір ауыр сөз айтып қойсам, жігіт болып бір әйелдік құқықтарыңызға тиіп қойсам, мен барлығыңыздан кешірім сұраймын. Сондықтан мені де кешіріп қойыңыздар. Менде пендешілікпен болған істер болды. Аузыма келген айтып қойған нәрселерім болса, мені кешіріңіздер. Жәбірленушілердің бәрінен де кешірім сұраймын. Мен бірақ әрекет жасадым, құрметті сот, өзім келтірілген жаңағы алған, видео түсірем деп алған қаражаттарын барынша беруге тырысып, кешірімдерін алуға тырысып әрекет жасадым. Тоғжанында кредиттің уақытында барынша төлеп келдім. Қамалғаннан кейін төлей алмай қалдым. 8 айдан бері қамауда отырмын, білесіздер. Шын көңілмен кешірім сұраймын. Егер қоғамға бір мені іс әрекетіне бір зиян тиіп кеткен болса, одан да кешірім сұраймын. Бірақ құрметті сот, менің қоғам алдындағы жұмыстарымда ескерсеңіз, үкім шығарар алдында қаншама жұмыстар жасалды. Оны Алла көріп тұр, қаншама жақсылықтар да жасалды. Барлығынан кешірім сұраймын. Мен бір жаман ойым, алаяқтық жасау немде болмады. Мен ақтауыңызды сұраймын, құрметті сот. Осы уақытқа дейін отырғанымызды ескерсеңіз, 8 ай тарқапаста бала шағамнан. Және Конституцияның 30 жылдығына берілген рақымшылықты қолдансаңыз маған да. Барынша ақтауыңызды сұраймын. Себебі өзіме тағылған айыпты мен басынан бастап мойындағанмын, құрметті сот. Сол бойынша мен ол кісілерге ешқандай бір алаяқтық жасау ойымда да болған жоқ. Бұл енді азаматтық нәрседе қаралады деп ойлаймын. Себебі төлем келген, істелген, жұмыстар істелген. Не айтайын, 5 бала шағамды ескерсеңіз күтіп отқан кішкентайлар. Өзіңіз де әкесіз, құрметті сот. Түсінесіз, кішкентай 4 қызым бар, егіз қыздарым бар, тағы да 2 қызым бар. 1 жаста 1 ұлым бар. Әйелім жұмыссыз үйде. Үй жалдап тұрамын, менде ешқандай байып не істеген жоқ. Оны тергеу барысында тергеуші көрді ғой, ешқандай да мен ондай нәрселерге барған жоқпын. Тергеу айыптау үкімінің шеңберінде шығарсаңыз тек кешірім сұраймын. Тоғжан, сенен де кешірім сұраймын. Венера ханымнан да, Бағила ханымнан да, Рауаннан да. Өзім кімге бір кішкентайда ісіммен бір залал келтіріп қойсам, мен кешірім сұраймын. Бірақ арам ойым болған жоқ ешқандай, құрметті сот. Өзіңіз айттыңыз ғой алдында бір сөзіңізде. Егер де бір қандай әрекет жасалып жатсам, Тоғжандікінде төлеші деп. Мен оныкін, құрметті сот, уәде беремін, төлеймін. Айтып та жатырмын ол кісілерге де. Сіздерден сұраймын, кешірім сұраймын тек. Барынша жеңіл жаза қолдануды сұраймын, құрметті сот. Тым болмағанда барынша жеңіл жаза беріңіз, құрметті сот. Ақтап шыққаныңызды сұраймын. Кешірім сұраймын қоғамнан да, барлығынан да. Егер біреуіңізге бір қатты айтып қойған болсам, қатты сөзіммен, бір ісіммен залал келтіріп қойған болсам, мен кешірім сұраймын. Бәріңізге Алла разы болсын. Біз жақсы достарымыз, қоғам бізді жақсы түсінбей қалмасын. Құрметті сот, барынша ақтауыңызды сұраймын. Осы отырған уақытқа дейін отырған жазамды, миссияны қолданып, рақымшылықты қолданып. Кешірім сұраймын енді. Барлығымыздан кешірім сұраймын. Бірақ жәбірленушілерден арнайы кешірім сұраймын. Ешқандай қаражаттарыңызды алмаған, мен дәлелдедім іс жүзінде. Мен кешірім бір ауызбен айтып қойған 2 ауыз бір сөздерім болса, айып етпеңіздер. Баршамызды Алла кешірсін. Отырыңыз. Келесі соңғы сөз сотталушы Дүйсееваға беріледі. Трибунаға келсін. Құрметті сот, маған тағылған 20 айып бойынша мен басынан бастап мойындадым ол істердің барлығында. Өйткені барлық оплаталар менің каспиім арқылы өткен. Компания менің атымда болған барлық жәбірленушілерден шын жүрегіммен де кешірім сұраймын. 6 ай отырған срокта көп нәрсе сабақ болды.
барлығында ой електерінен өткіздік. Қаншама түсінбей жүрген нәрселерімізді түсіндік. Енді соңғы сөзде барлық статьяларда жеңілдетілген нәрселерді қолдануыңызды өтінем. 74-ші бар, 53-ші статьялар бар. Ауыр жаза тағайындамауыңызды өтінем. Рахмет. Отырыңыз. Сот үкім шығарушының кеңесі бөлмесіне кетеді. Үкім бүгін сағат 6-дан кейін жарияланатын болады. Ильяс, бәріне кешірім сұрап отырсың ғой. Құндыз бен Назгүлден кешірім сұрағың келе ме? Берем сөз. Құндыз бен Назгүлден кешірім сұрағыңыз келе ме? Қарындасыңыз еді ғой сіздердің? Екеуміздің қарындасымыз. Иә. Кешірім сұрайсыз ба? Жүріңіздер. Ардақты ағайын, сағат 18:00-ге дейін тағы да үзіліс. Одан кейін естідіңіздер, сот бүгін үкім шығарады. Сәуір айынан бері созылған, сиыр құмшақталған іс бүгін соңғы нүктесін қоятын болады. Сот мәжілісі жалғастырылады. Қазақстан Республикасының атынан үкім. 2025 жылғы 4 желтоқсан Алматы қаласы. Алматы қаласының Алмалы аудандық соты құрамында төрағалық етуші судья Қасымбеков болып, хатшылықты Алпысбаева, мемлекеттік айыптаушы Алмалы аудандық прокуратурасының прокуроры Асылханның, жәбірленушілердің, олардың өкілдері адвокаттар Абдраимовтың, Палмановтың және заңгер Альтаеваның, сотталушы Сариевтің, оның қорғаушысы адвокат Кішкенебаеваның, сотталушы Дүйсееваның, оның қорғаушысы адвокат Алибаевтың қатысуымен өзінің ашық сот мәжілісінде жалпы тәртіптегі бас сот талқылауында аудио бейне жазбаны қолдана отырып, мына азаматтарға қатысты электронды нысандағы қылмыстық істі қарады. Сариев Ильяс Серікбаевич 1990 жылдың 10 маусымында туылған, туған жері Атырау облысы, ұлты қазақ, Қазақстан азаматы, білімі жоғары, жұмыс істемейді, заң некеде, қарауында 5 жас кәмелетке толмаған балалар бар, әскери міндетті емес, бұрын сотталмаған, мекен жайы Атырау облысы, Атырау қаласы, Қожа Ахметов көшесі 3, күзетпен ұстауда 2025 жылдың 11 сәуірінен бері отырған, жаңа айыптау актісінің көшірмесін алған, сотқа қылмыстық кодексінің 190 бабының 3 бөлігінің 4 тармағымен берілген Дүйсеева Ақтоты Болатқызы 1992 жылдың 15 ақпанында туылған, туған жері Атырау облысы, ұлты қазақ, Қазақстан азаматы, білімі жоғары, жұмыс істемейді, заң некеде жоқ, қарауында 1 жас кәмелетке толмаған баласы бар, әскери міндетті емес, бұрын сотталмаған, мекен жайы Астана қаласы, Е15, 11-үй 39 пәтер, күзетпен ұстауда 2025 жылдың 9 маусымнан бері отырған, айыптау актісінің көшірмесін алған, сотқа қылмыстық кодексі 190 бабының 3 бөлігінің 4 тармағымен берілген. Қарар бөлігі сот үкім етті. Сариев Ильяс Серікбаевичті жәбірленушілер Дүйсенбаеваға, Қожымжароваға, Хайруллаеваға, Жүргінбаева, Төрееваға және Бетаевқа қатысты эпизодтар бойынша қылмыстық кодексінің 190 бабының 3 бөлігінің 4 тармағында көрсетілген қылмысты жасауда кінәлі деп тауып, оған 4 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалсын. Қазақстан Республикасының Конституциясының 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы заңы 3 бабы 4 тармағы 1 тармақшасының негізінде Сариевке тағайындалған жаза 5-тен 1 бөлігіне қысқартылып, ол өтеуге тиіс жаза ретінде 3 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айыру белгіленсін. Сариев жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтесін. Сотталғанның жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген уақыттан бастап есептелсін. Сотталғанның 2025 жылдың 11 сәуірінен үкім заңды күшіне енген уақытқа дейінгі күзетпен ұстау уақыты бас бостандығынан айыру түріндегі жаза мерзіміне 1 күнге 1,5 күн есебімен есептелсін. Сариевтің бұлтартпау шарасы күзетпен ұстау үкім заңды күшіне енген уақытқа дейін өзгеріссіз қалсын. Сариев Ильяс Серікбаевичті жәбірленушілер Боранбаеваға, Абдукаримовке, Төлегенге, Нұрсетовке, Иманбековаға, Әміроваға,
Тынысқа, Жақсылықоваға, Қалқаеваға, Құдайбергеноваға, Наурызбаеваға, Серікбаеваға, Нұрғазиеваға, Сабаеваға, Балабасоваға, Анарбаеваға, Темірханұлына, Саудағалиевке, Кенжеғалиеваға және Қалибайға қатысты эпизодтар бойынша Қылмыстық кодексінің 190 бабының 3 бөлігінің 4 тармағында көрсетілген қылмысты жасауда оның әрекеттеріне қылмыстың құрамы болмауына байланысты кінәсіз деп табылып ақталсын. Дүйсеева Ақтөте Болатқызын Қылмыстық кодексінің 190 бабының 3 бөлігінде көрсетілген қылмысты жасауда кінәлі деп тауып, оған 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалсын. Қазақстан Республикасы Конституциясының 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы заңы 3 бабы 2 тармағы 1 тармақшасының негізінде Дүйсееваға тағайындалған жаза 3/1 мерзіміне қысқартылып, ол өтеуге тиіс жаза ретінде 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру белгіленсін. Дүйсееваның 2025 жылдың 9 маусымынан үкім заңды күшіне енген уақытқа дейін күзетпен ұстау уақыты бас бостандығынан айыру түріндегі жаза мерзіміне 1 күнге 1,5 күн есебімен есептелсін. Қылмыстық кодексінің 74 бабының 1 бөлігінің негізінде сотталған Дүйсееваға тағайындалған бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны орындау, оның баласы 2014 жылғы 2 мамырда туылған Ерланұлы Муслим 14 жасқа толғанға дейін, яғни 2025-2028 жылдың 2 мамырына дейін кейінге қалдырылсын. Дүйсееваға егер ол баласынан бас тартса, немесе баланы тәрбиелеуден жалтаруды жалғастырса, немесе сотталып жазасын өтеу кейінге қалдырылған адамды бақылауды жүзеге асыратын орган 2 рет жазбаша түрде ескерту жасалғаннан кейін қоғамдық тәртіпті бұзса, сот ол органның ұсынуы бойынша жазаны өтеуді кейінге қалдырудың күшін жойып, сотталған адамды сот үкіміне сәйкес тағайындалған жерге жазасын өтеуге жібере алатыны ескертілсін. Сотталған Дүйсееваның бұлтартпау шарасы күзетпен ұстау, ешқайда кетпеу және өзін дұрыстау қолхатына ауыстырылып, ол күзетпен ұстаудан сот залында дереу босатылсын. Жәбірленушілер азаматтық талап қоюшылар Дүйсенбаеваның, Қожамжарованың, Хайруллаеваның және Бетаевтың материалдық залал өндіру туралы талап қоюлары қанағаттандырылсын. Сотталған Сариевтен материалдық залал ретінде жәбірленуші Дүйсенбаеваның пайдасына 5 миллион 654 мың 750 теңге, Қожамжарованың пайдасына 500 мың теңге, Хайруллаеваның пайдасына 1 миллион 430 мың теңге, Бетаевтың пайдасына 1 миллион 532 мың 694 теңге өндірілсін. Сотталған Сариевтен мемлекет пайдасына мемлекеттік баж ретінде 91 мың 174 теңге өндірілсін. Сотталғанға үкімнің азаматтық талап қою және мемлекеттік баж өндіру бөлігін өз еркімен орындау үшін үкім заңды күшіне енгеннен кейін 1 ай мерзім берілсін. Жәбірленушілер азаматтық талап қоюшылар Жүргенбаева мен Төрееваның материалдық залал өндіру туралы талап қоюлары қараусыз қалдырылсын. Жәбірленушілер азаматтық талап қоюшылар Боранбаеваның, Абдукаримовтың, Төлегеннің, Нұрсетовтың, Әмірованың, Тыныстың, Жақсылықованың, Қалқаеваның, Құдайбергенованың, Наурызбаеваның, Серікбаеваның, Нұрғазиеваның, Сабаеваның, Балабасованың, Анарбаеваның, Темірханұлының, Саудағалиевтің, Кенжеғалиеваның және Қалибайдың материалдық залал өндіру туралы талап қоюлары қанағаттандырылсын. Сотталған Дүйсеевадан материалдық залал ретінде төменде көрсетілген жәбірленушілердің пайдасына Боранбаеваға 470 мың теңге, Абдукаримовқа 2 миллион теңге, Төлегенге 1 миллион 161 мың, Нұрсетовке 1 миллион 400 мың, Әміроваға 555 мың, Тынысқа 1 миллион 360 мың, Жақсылықоваға 1 миллион 100 мың, Қалқаеваға 3 миллион 300 мың, Құдайбергеноваға 590 мың, Наурызбаеваға 1 миллион 160 мың, Серікбаеваға 550 мың, Нұрғазиеваға 1 миллион 170 мың, Сабаеваға 1 миллион 930 мың, Балабасоваға 2 миллион 300 мың, Анарбаеваға 600 мың, Темірханұлына 560 мың, Саудағалиевке 1 миллион 160 мың теңге, Кенжеғалиеваға 600 мың және Қалибайға 590 мың теңге өндірілсін. Сотталған Дүйсеевадан мемлекет пайдасына мемлекеттік баж ретінде 164 мың 60 теңге өндірілсін. Сотталғанға үкімнің азаматтық талап қою және мемлекеттік баж өндіру бөлігін өз еркімен орындауы үшін үкім заңды күшіне енгеннен кейін 1 ай мерзім берілсін. Жәбірленуші азаматтық талап қоюшы Иманбекованың материалдық залал өндіру туралы талап қоюы қараусыз қалдырылсын. Сотталғандар Сариев пен Дүйсеевадан жәбірленушілерге өтемақы қорына мәжбүрлі төлем ретінде әрқайсысынан 78 мың 640 теңге өндірілсін. Үкімге разы емес жақтар оған ол жарияланған уақыттан бастап, ал сотталған Сариев оның көшірмесін алған уақыттан бастап 15 тәулік ішінде Алматы қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасына Алмалы аудандық сот арқылы апелляциялық шағым немесе өтінім келтіруге құқылы.
судья Қасымбеков жекеше қаулы. Сот қаулы етті. Сотталған Сариев Ильяс Серікбаевичтің әрекеттерінен анықталған Дүйсеева Ақтөті Болатқызының 5 миллион теңге ақшасынан асатын материалдық залал келтірген жөнінде және осы сомадағы және бұдан да көп сома ақша қаражаттарын жымқырғаны жөніндегі ақпаратты тиісті тәртіппен тексеру жүргізу үшін Алмалы аудандық прокурорының назарына жеткізілсін. Жеке қаулыға разы емес жақтар оған ол жарияланған уақыттан бастап 15 тәулік ішінде Алматы қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасына Алмалы аудандық соты арқылы жекеше шағым немесе жекеше өтініш хат келтіруге құқылы. Судья Қасымбеков, отырыңыздар. Сонымен сот өз үкімін түсіндіруге көшеді. Өздеріңіз естігендей жаңа Сариев әлеуметтік 6 жәбірленушілерге қатысты олардың дүние мүлкін талан-таражға салып, алаяқтық жолмен ұрлаған үшін кінәлі деп танылды. Оның кінәсі осы 6 жәбірленушінің сотқа берген жауаптармен және Сариевтің және ол айтқан банктегі есеп-шоттарға ақша аударым жөніндегі банк түбіртектермен дәлелденді. Сариевтің өзі де бұл жәбірленушілердің ақшаларын алғанын теріске шығарған жоқ. Ал енді MM Travel'ға қатысты келсек, өздеріңіз осы жерде естіп отырдыңыздар. Сариев, яғни MM Travel'дің жәбірленушілерден ақша 2025 жылдың наурыз айынан бастап ұрланған. Ал Сариев Дүйсееваның Каспий Голдтағы ақша қаражаттарын 2025 жылдың қаңтар айына дейін пайдаланып ақшаларын жымқырған. Бұл іс материалдарындағы осы банктың түбіртектерінен, осы банк берген ақпараттарынан анықталды. Яғни 2025 жылғы MM Travel компаниясының жәбірленушілеріне және олардың ақша қаражаттарына Сариевтің қатысы жоқ екені дәлелденді. Сондықтан да Сариев MM Travel'ға қатысты кінәсіз деп табылып ақталды. Алайда осы жерде сот анықтағандай 2023-2024 жылдары Сариев, Дүйсеева екеуі MM Travel'дің жұмысын атқарған кезде, ісін жүргізген кезде Сариев Дүйсееваның оған сеніп тапсырған банкілік картасын пайдаланып бірнеше рет құмар ойындарына ақша қаражаттарын салған. Яғни банк төлемдері бойынша 4 миллион 100 мың теңгеден астам ақшасын жіберген және сот мәжілісінде сұралған куәлердің жауаптарымен 1 миллионнан астам ақша қаражаттарды сол куәлердің жаңағы ұялы телефондарындағы қосымша арқылы құмар ойындарына ақша жіберген. Яғни сол Дүйсееваға тиесілі MM Travel компаниясында өзі қосымша е ретінде сол компанияда жұмыс істеген кезде осындай құмар ойындарына осы Дүйсееваның ақшаларын жұмсап жіберіп, яғни ақшаны өз қажеттілігіне жұмсаған. Сонымен қатар Сариев Дүйсееваның осы ақша қаражаттарын басқа да есеп-шоттарға аударған. Тергеу барысында осының бәрін анықтап, Сариевке қатысты тиісті шешім қабылдау керек. Осыған байланысты сот Сариевтің әрекеттерінде қылмыс кодексінің 189 бабында көрсетілген қылмыстың құрамын анықтап, бұл жөнінде прокурордың назарына жеткізді. Ал енді Дүйсееваға келсек, Дүйсееваның кінәсі, яғни MM Travel'ға қатысты 20 эпизод бойынша жәбірленушілердің ақшаларын жымқырғаны жөнінде кінәсі осы жәбірленушілердің сотқа берген жауаптарымен және іс материалдарына тіркелген түбіртектермен, куәлердің жауаптарымен толық дәлелденді. Дүйсееваның өзі өз кінәсін теріске шығарған жоқ. Сот Сариевке жаза тағайындаған кезде оның жазасын жеңілдететін мән-жайы ретінде оның қарауында 5 кәмелетке толмаған баласы бар екенін ескерді, ауырлататын мән-жайы жоқ. Қылмыстық кодексінің 55 бабының 2 бөлігі 2 тармағына сәйкес ауыр қылмыс үшін адам сотталған кезде, егер де жеңілдететін мән-жайлар болып, ауырлататын мән-жайлар болмаған кезде, оған тағайындалатын жаза сол тиісті бапта қарастырылған ең үлкен жазадан 3/1-нен аспауы тиіс. Ал мына 190 баптың 3 бөлігінің ең үлкен жаза мерзімі 7 жыл. Яғни сот 7 жылдың 3/2-сінен
аспауы тиіс. 7 жылдың 3/2-сі 4 жыл 8 айды құрайды. Ал рақымшылық актісі бұл барлық азаматтарға қолданылады, яғни 190 баптың 3 бөлігінде көрсетілген қылмыс жасаған кез келген азаматқа қолданылады. Осыған байланысты сот рақымшылық актісінде Сариевке қолдануға міндетті, өйткені ол жалпыға міндетті заң. Рақымшылық актісінің негізінде Сариевтің жаңағы жазасы 5-тен 1-ге қысқартылды да, оған түпкілікті 3 жыл 8 ай бас бостандығынан айыру тағайындалды және жазасын орташа қауіпсіз мекемелерінде өтейтін болады. Сариевке қатысты жаңағы 6 әлеуметтік жәбірленушілердің материалдық залалды өтемеген жәбірленушілерден Сариевтен осы материалдық залал өндірілді, бұл жөнінде тиісті үкімде қарастырылған. Ал Дүйсееваға қатысты жаңағы 20 эпизод бойынша жәбірленушілердің пайдасына Дүйсеева келтірген материалдық залалдың сомасы толығымен өндірілді. Арасында кейбір жәбірленушілерге Иманбековаға ол материалдық залалды толық өтеді және 1-2 жәбірленушілерге ішінара өтеді. Сол өтеген сомалардың бәрін біз үкімнен алып тастадық. Яғни, құрметті іске қатысушылар, құрметті көрермендер, сот заңның аясынан аттай алмайды. Яғни, жаңа бағанан бері айтып жатырсыздар, Сариевке 7 жыл тағайындаңыз, 10 жыл тағайындаңыз деп. Бірақ өйтіп айтуға оңай. Өйткені жаңа мен айтқан түсіндірген заң бойынша Сариевке бүгінгі күні рақымшылық актісін қолданғанның өзінде сот 3 жыл 8 айдан астам жаза тағайындай алмайды. Сотқа заң ондай мүмкіндік бермеген, құрметті іске қатысушылар. Сондықтан да сот барынша заң мүмкіндік берген, ең көп жаза осы 3 жыл 8 ай. Бұдан астам жазаны сот тағайындай алмайды, құрметті іске қатысушылар. Сондықтан да ойлап қалмаңыздар, Сариевке қатысты сот тым ізгілік қағидасын қолданды деп, тым аз жаза тағайындады деп. Сот заңда қарастырылған жазаны ғана тағайындады. Сонымен қатар Сариевтің мәселесі осымен тоқтаған жоқ. Сот жоғарыда аталғандай жекеше қаулы шығарды. Прокурор Сариевке қатысты Дүйсееваның ақшасын ұрлау фактісі бойынша тиісті іс қозғау мәселесін шешеді және егерде іс қозғалса, Сариевке қатысты бұл қосымша қылмыстық іс сотқа тағы да түседі. Сол кезде тиісті шешімін шығарып жатамыз. Және Дүйсеева, сізден ММ-Тревелға қатысты барлық жәбірленушілерден материалдық залал толығымен өндірілді. Алайда жоғарыда айтылғандай, бұл ақшаны түгелімен өзіңіз жұмсаған жоқсыз. Сол 2025 жылға дейін Сариевті жұмсаған. Сондықтан да, егерде жаңғыз өзіңіз осы материалдық залалды көтермеймін десеңіз, Сариевке қатысты егерде қылмыстық іс қозғалып жатса, онда тергеуге көмектескеніңіз дұрыс. Тиісті жауап беріп, тиісті өзіңіздегі мәліметтерді беріп, енді бостандыққа бүгін шығайын деп отырсыз. Шыққаннан кейін сол бүткіл мәліметтерді тергеуге бергеніңіз дұрыс. Тараптар сот мәжілісінің электронды аудио бейне хаттамасымен танысуға құқылы, онымен келіспеген жағдайда оған ескерту келтіруге болады. Сариев, сізге үкім түсінікті ма? Тұрыңыз. Үкімді түсіндіңіз ба? Сұрақ бар ма сотқа? Сұрақ бар. Қоя беріңіз. Құрметті сот. Көрдіңіз, кішкентай ғана 6 жәбірленушінің 3-ін өтеп, 3 жәбірленуші бойынша осыншай ауыр жаза тағайындалғанына бала шағамның күтіп отырғанын білесіз. Мен барынша жеңіл жаза күтіп едім, сізден ақтауды сұрап едім. Тым болмағанда пробациялық бақылаумен жіберсеңіз де болатын еді. Ауыр жаза деп ойлаймын мен үшін. Түсінікті. Отырыңыз. Жаңа түсіндірдік. Үкімге келіспесеңіз, құрметті іске қатысушылар, Сариев қана емес, осындағы қатысқан әрқайсыңыз үкіммен келіспесеңіздер, апелляциялық шағым келтіруге болады. Апелляциялық алқада бұл үкім жан-жақты тексеріліп, жоғары тұрған сот өз бағасын беріп жатады. Дүйсеева, тұрыңыз. Үкім түсінікті ма сізге? Сотта сұрақ бар ма? Түсінікті. Отырыңыз. Онда осымен сот мәжілісі жабық. Сау болыңыздар. Ақталып шығам деп ойладым ба бүгін? Жоқ. Өзінің не бойынша? Барынша жеңіл жаза қолданып тұрып, 6 эпизод бойынша айыпталып жатырмыз сол бойынша. 6 эпизод бойынша бостандыққа шығам деп ойладым ба? Жоқ.
жәбірленуші тараптың қос адвокаты Жандос Палманов, Асылбек мырза, үкім шықты. Бір-екі ауыз ойларыңыз. Біз енді унитарлы, құқықтық зайырлы мемлекеттік өмір сүріп жатырмыз. Біз сот тарапынан әділ шешім қабылданды деп ойлаймыз. Бірақ жаңа сот жеке қаулы шығардық деп жатыр. Ильясқа қатысты тағы да жаңа Дүйсеева арыз жазса да жазбаса да жеке қаулы сот тарапынан шығарып жатыр. Мен ол мен келісемін толығымен. Жалпы 3 жыл 8 ай деген тым жеңіл емес па? Сіздер енді білесіздер ғой, процесстің ішінде жүрсіздер. Қаншама адам сот бұл жерде заңнан асып кете алмайды. Сондықтан сот әділ шешім шығарды. Бірақ бұл жердегі жәбірленушілер тараптар жаңағы ММ Travel бойынша қазір шығарылған жеке қаулы бойынша прокурор тарапынан қылмыстық іс қозғалып, ол қылмыстық іс бойынша оларда жәбірленуші болып танылып, қайтадан іс сотқа жолдануы мүмкін. Сол кезде олардың құқықтары қалпына келтіріледі. Егер жәбірленуші тараптардан бірде-біреуі келіспеген жағдайда жаңағы апелляциялық шағымға береміз деп өтініш хат білдірсе, біз міндетті түрде беруге құқылымыз. Олардың құқықтарын ары қарай қорғауға біз дайынбыз. Қазір енді өздеріңіз білесіздер ғой, мына Конституцияның 30 жылдығына байланысты амнистия актісін президенттің өзінің жарлығы бар, сол себепті одан ешкім аттап кете алмайды. Қандай жағдай болған өзінде қазір әйел азаматтардың көбісіне отсрочка беріп жатыр. Прокурор мырза 6 жыл сұрады. Сіздер 7 жыл сұрадыңыздар. Бірақ сот 3-те 8 берді. Енді ол логикаға сыя ма? Қылмыстық кодексінің 53-ші бабына сәйкес жеңілдетілген жаза ретінде жаңағы мән-жай ретінде оның жас балалардың болуы жаңа ескеріледі ол бар. Бұл жерде айтып өтетін мән-жай бар. Енді тергеу кішкене көп жағдайда салғырт қараған. Сондықтан бұл жерде полиция қызметкерлеріне жәбірленушілер өздері жаңағыдай наразылық тудыруы мүмкін. Біз әрқашанда айтарымыз, жаңа тергеу жан-жақты және толық объективті өту керек. Бұл жерде сот жаңағы тергеудің салғырттығына байланысты прокурорға жеке шағым шығарып, ММ Travel компаниясы бойынша жаңағы Сариевті ақтағанын толық түсіндіріп айтып кетті. Сондықтан бұл жерде тергеуді нақты, тиянақты жүргізу керек деп есептеймін. Оны прокурордың қарауына ұсынды. Жандос мырза, Ақтоты Дүйсееваға қатысты сіз жарыс сөзден кейін реплика кезінде оқып бердіңіз ғой, заңнама негізінде. 71 қылмыстық кодексінің 74-ші бабының 1-ші бөлігінде төмен жағында негізі позициясына қарасақ, ауыр жаза, яғни ауыр қылмыстар немесе аса ауыр қылмыстар орын алған кезде оған қолданылмайды деп көрсетілген енді. Бірақ бүгін керісінше бүгін енді жазалардың жаңағы несін бұл кісінің енді айтып жатыр ғой, әйел азамат бізде амнистияда не деп жазылған? Әйел адам ауыр жаза болсын, жеңіл жаза болсын, орташа жаза бірінші рет, алғаш рет сол нәрсені істеп тұрса, ол босатылуға жатады. Не болмаса, оның жаңағы несі қысқарады, жаза тағайындау мәселесі. Оны сот әділ ескеріп отыр. Қазір қоғам осыны көріп, осындай тым жеңіл жазаны көріп, бізде дәл осылай алаяқтықпен айналыса берсек болады екен ғой деп болады деп ойламайсыздар ма? Өздеріңіздің субъективті ойларыңыз. Субъективті біздің ойымыз, қоғам олай ойламау керек, себебі түрмеде өткізген әрбір күнің ол өте қымбат. Сондықтан еш уақытта алаяқтыққа бармау керек, қылмысқа бармау керек. Бұл 3-те 8 жыл деп бізге жеңіл көрінгенмен, бірақ ол жерге барған азамат өте ұзақ мерзім ол. Сонымен қатар айтып кетейін деген себебім, Дүйсеева енді полностью істен жазадан босатылған жоқ қой. Ол кісіге қазір жазасын шегеріп отыр. Өтеу, яғни жаңағы баласы 14 жасқа дейін, кәмелет 14 жасқа толғанға дейін жаңағы егер сол аралықта қандай да бір әкімшілік жаңағы құқық бұзушылық жасаса, қылмыстық құқық бұзушылық жасайтын болса, тағы да сбор ашып халықты алдап алаяқтық жолмен немесе басқа да талан-таражға салу, жымқыру деген. Оның қазіргі бүгінгі Алмалы ауданы сотымен тағайындалған үкімі, яғни оған уже күзетпен ұстау мерзіміне айналады. Түсінді, ауыстырылады. Жақсы. Басқа сұрақтарым жоқ. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Ардақты ағайын, сәуір айынан басталған процесс бүгін өзінің нүктесі қойылды. Барлығына куә болдыңыздар. Ильяс Сариевке 3 жыл 8 ай уақыт темір торға тоғытылды. Ал Ақтоты Дүйсеева 3 жылға темір торға тоғытылды, бірақ кәмелетке толмаған баласы болғандықтан, баласы 14 жасқа толған кезде, яғни ол 2028 жылы сот күшіне, үкім күшіне енеді, ол 3 жыл бас бостандығынан айырылатын болады. Ал енді екі тараптан да
Жана енді Сариев өзінің ойын айтты ғой, мен келіспеймін деп, ол апелляцияға бере алады. Көшірмені алғаннан кейін, одан кейін процесс жалғаса ма, жалғаспай ма, оны да көреміз. Сіздермен болған Руслан Өтепбай, ардақты ағайын, өте абай болыңыздар.